Қазақтың жеті қазынасы бұл қазақ халқының ежелден келе жатқан дәстүрлі дүниетанымында аса қадірлі, бағалы деп танылған жеті түрлі асыл қазына. Дәстүрлі түрде жеті қазынаға мыналар жатады: ер жігіт, ел қорғайтын намысты, батыр, ақылды, парасатты азамат. Халықта ер елінің қорғаны деген ұғым бар. Екінші, сұлу әйел. Қазақ дүниетанымында көркемдік пен парасаттың символы. Әйел отбасының берекесі, ұрпақ жалғастырушы. Үшінші, ілім-білім. Адам баласына ақыл-ой, даналық беретін асыл қазына. Оқу-білім өмірдің шамшырағы. Төртінші, жүйрік ат. Жаугершілік заманда ел қорғау үшін мінетін сенімді көлік. Ат қазақтың қанаты. Бесінші, құмай тазы, яғни аңшы ит. Аңшылықта таптырмас серік, иесіне адал. Тазы ер жігіттің серігі. Алтыншы, қыран бүркіт, биікке самғайтын, аң аулауда қолданылатын қыран құс. Ол еркіндік пен тектіліктің символы. Жетінші, берен мылтық немесе қанды қылыш. Жаудан қорғану құралы, батырдың сенімді қаруы. Егер достар, видео ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, видеомен бөлісуді ұмытпа.